Баршаңызға сәлем. Мен бүгін салат жасап, оны жабуды көрсететін боламын. Өте дәмді салат. Менімен бірге сіздер де қысқа банкі жабуды жасап көрсеңіздер болады. Видеода бәрін түсінікті етіп түсіруге тырыстым. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Арасында арнайы уақыт жоқ, кезекпе-кезек қайсысы дайын тұр, соны қайнап тұрған қазанымызға сала береміз. Екі дана ащыбыш алып, видеодағыдай тураймыз, сосын қайнап тұрған қазанымызға саламыз. Өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады, егер де ащы керек болса, тағы да қоссаңыздар болады. Бәрін турап салып болған соң тұзын қараймыз. Тұзы аз болса, дәміне қарай тұз салып жібереміз. Тағы да 20-30 минуттай қайнатып қоямыз. Міне осымен салатымыз дайын.
Өте дәмді әрі қою болып, езілмей, бәрі әдемі болып шықты. Салатымыз дайын. Енді банкымызды парға қойып, салатымызды жаба берсек болады. Қақпағымызды жақсылап жуып аламыз, сосын суға салып 1-2 минут қайнатып аламыз. Банкымызды 10 минут парлап аламыз. Осылай парланған банкімізге ысылай салатымызды құямыз. Құрметті оқырмандар, видеода бәрі түсінікті деп ойлаймын. Өте оңай салат, сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздерге ұнаса, маған лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет.